Қымбатты көрермен, әрі қарай сөз тізгіні сөздің шыны керектің жобасы жүргізушісі Ирина Советжанқызында. Рахмет Ерғанат. Қайырлы кеш, бүгін сөздің шыны керектен көретіндеріңіз. Қаңтар оқиғасы кезінде қанша адам жараланып, әлі қаншасы ауруханада жатыр. Талқыланып қараған кезде неме келешті деп, көп адам келешті. Ойладым, может, өлет жармыз. Қаңтар оқиғасына қатысты қандай жаңа деректер анықталуда? Кәдімгідей цехта, бір үйдің ішіндегі цехта кесіп дайындаған барлығының ұзындығы және ені бірдей. Көмек сұраған аналардың талабы қандай, ал азаптау фактілерімен қанша істер келуде? Тек бәрінің күшімен жүрмін, шын айтамын. Көмектесіңіздерші. Қасіретті қаңтар салған жараның ізі әлі жазылған жоқ. Қазір қаңтар оқиғасы кезінде жараланған 273 құқық қорғау саласының қызметкерлері мен әскерилер әлі ауруханада жатыр. Ауыр жараланған кейбірі жан сақтау бөлімінен әлі шығарылмаған, деді кеше Ішкі істер министрлігінің тергеу департаментінің төрағасы. Қаңтар оқиғасы кезінде 1700-ден астам адам түрлі дене жарақатымен ауруханаларға жүгініп, оның 670-і оқ жарақатымен түскен. Пышақ және жарқыншақ жарақатымен 469, тағы 431 адам дене жарақатымен ауруханаларға жеткізіліпті. Бейбіт тұрғындардан өзге жалпы саны 3000-нан астам әскери құқық қорғау саласының қызметкерлері түрлі жарақаттармен ауруханаға түскенін мәлімдеген Ішкі істер министрлігінің тергеу департаментінің төрағасы Санжар Әділов, олардың кейбірі қызметіне орала алмайды, мүгедек болып қалды дейді. Алматыдағы Төле би мен Байтұрсынов көшелерінің қиылысында қуып жүріп, адам қаққан көліктен қашып, аяғынан жарақат алып, сынған аяғы терісіне ілініп тұрса да аяусыз соққыға жығылған Медеу аудандық полиция бөлімінің учаскелік полиция қызметкері Ұлан Оханов та қазір балдақпен жүр. Есіне алғысы келмейтін ауыр сәттер туралы айтып, бізге сұхбат берді. Ал Алматыда бір топ ата-ана жұмыстан қайтып бара жатқан балаларымызға белгісіз қаруланған топ пышақ тақап қорқытты деп шағымданып отыр. Балдаққа сүйеніп, үйіне кіріп шығуы қиын болып қалған бұл азаматтың аты жөні Ұлан Оханов. Алматының Медеу аудандық полиция бөлімінің учаскелік полиция қызметкері. Алматыдағы қақтығыс кезінде жарақат алғандардың бірі. Айтуынша 5 қаңтар күні Төле би мен Байтұрсынов көшелерінің қиылысында әскери көлікке отырып, жаяу адамдарды қуып жүріп қаққан көлік өзінде қаққанын айтады. Арт жақтан келген әскери көлікті құқық қорғау қызметкерлері көмекке келген деп түсініп үлгергенімше, қатты соққы алысқа ұшырып жіберді дейді. Арттан собырлардың машинасы келеді, противотаранный бір военный КамАЗ бар. Бұлар мен қараймын, енді алыстан өтірік айтпай қоймын, формамен өтіріп, қара киініп алған көп қара болды де сол. Өзіміздікі деп ойлады, оны вообще ешкім білген жоқ. Мен үшіп кетемін, білмеймін, тұрайын деп, енді жан керек, ет қызумен қашайын десем, тобық былай қарай қашып кеткенде сүйекке басам, көремін, шоқ талқаламын. Уланда әріптес екі досы жолдың шетіне шығарып ағашқа сүйеген. Тастап кетіңдер, жүруге шамам жоқ деп айтып үлгердім. Тағы бір есімді жиғанда формамнан сүйреген әлдекімдер сол маңда орналасқан халық банк ғимаратының ішіне қарай апарды. Ол жақта полиция қызметкерлері мен әскерилерді жабылып ұрып жатты. Киіміңді шеш деп жатқан бір үлкен кісінің қазақтың баласы ғой, тиіспеңдер деп жүгіріп, жылап жүргенін ғана көрдім. Соққыдан қайта есімді жоғалттым дейді. Просто іштерінде білмеймін, бір Құдайға қараған үлкен кісі жүрді, сол кісі кішкене. Сол кісі көп алқалды ойын не ойлаймын, есімде бүйтіп алдыған қойындар. Даже олар үлкен кісі деп тыңдап атқан жоқ, бәрі кім көрінеді ұрып. Аузымнан, құлағымнан қан кетіп, аяғымның терісіне ғана ілініп тұрғанын көріп, есімді қайта жоғалттым. Ауруханада бірақ жидым деген Ұлан өзін емдеу мекемесіне апарып тастаған белгісіз азаматқа да алғысын айтты. Дәрігерлер оң аяғының бірнеше жеріне темір салып, ота жасаған. Оған қоса бас миының шайқалуы, сол қолынан жарақат алғанын айтыпты. Ауруханада жатқан 15 күнде ол 15 келі салмақ жоғалтқан. Ал Ақиқат қоғамдық комиссиясының көмегіне жүгіне келген бұл ата-аналар ұлдарымыз жазаланып кетпесе дейді. Қаңтар қақтығысы басталған сәтте жұмыстан қайтып бара жатқан балаларымызға белгісіз қаруланған топ пышақ тақап, көліктеріне қаруды толтырып, алаңға апарыңдар деп қорқытқан дейді ата-аналар. Олар қазір қамаудағы ұлдарын үй-қамаққа жіберуін сұрайды. Оқыған үшеу және студенттер және жаңағыдай қосымша жұмыс істейді. Компьютерный дарын онлайн деген білім беру саласында. Үшеуі де бұрын сотталмаған, ешқандай религиозный неде тұрмайды, даже қару ұстап көрмеген балалар 19-дағы. Жұмысынан шығып, машиналарына мініп жатқан кезде, Айман ханым айтқандай, насильственный экстремизм дегенге ұрынып отыр. Адамдар противогаз киген кісілер осы балаларға күш көрсетіп, сондай неге алып барып отыр.
Енді өзім сөйлеспедім. Сол ДВД-ға ұсталған күні өз звондап сөйлестім, мама уайымдамаңыз, менде бәрі жақсы деп сол ДВД-да екенін айтты. Әлгінде тергеу департаменті бастығы мәлім еткен ақпаратта қаңтар оқиғасы кезінде ауруханаларға жарақатпен түскендердің басым бөлігі Алматы қаласында тіркелген екен. Яғни 686 адам Алматы облысының ауруханаларына, 336 адам Қызылорда облысына 164, Жамбыл облысында 153, Шымкент пен Шығыс Қазақстан облысының әрқайсында 126 адам сол күндері ауруханаларға түрлі жарақаттармен түскен. Ал үтікпен күйдірген шу шыққан Алматы облысында қазір сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет азаптау дерегіне қатысты 37 істі тергеп жатыр. Еліміз бойынша азаптауға қатысты 307 факт тіркелген. Бүгін сенатор еліміздің бұрынғы бас прокуроры Қайрат Қожамжаров тілшілердің осыншама азаптау дерегінің бір мезгілде тіркелуі күдік тудырмай ма? Бұйрық берілген шығар деген сауалына бұйрық берілсе ұйымдастырушы болып табылады. Сондықтан бұйрық бергендер де жазасыз қалмайды деді. Қаңтар оқиғасына қатысты тағы қандай қылмыстық деректер анықталуда? Келесі бейнематериалда. Арматурины. Алматы полициясы қаңтар оқиғасымен байланысты қылмыстық істерге қатысты қамауға алынғандардың бейне жазбасын таратты. Бір 40-50 минут алма сонда арматура болған көмеміз. Сол тастап болғаннан кейін байзакөмен кетікті байзакөмен төмен қарай түскен. Полиция департаменті күдікті ретінде қамауға алынған бұл азаматтар мына кадрлардағы қақтығыс кезінде митингке шыққандарға темір таратты дейді. Тіпті көлемі 70 сантиметрлік арматура темірлері Алатау ауданында орналасқан үйлердің ауласындағы цехтарда әзірленген деп отыр. Біреуінің сөзіне сүйенсек, бір тапсырмамен 3 күн бұрын дайындалған болатынбыз. Кейбір айтады, сол жаппай тәртіпсіздік кезінде сондай идея пайда болды, көмектесу, сол тәртіпсіздікке шыққан азаматтарға көмектесу болып табылды дейді. Аталған цех болуы мүмкін үйге біз де бардық, бірақ тілшілермен тілдесуге құлықсыз тұрғындардың бірі полиция таққан айыппен келіспейтіндерін сұхбатты үйдің үлкендері береді. Ол кісілер жоқ деп жауабын қысқа қайырды. Арматура жасат деген айыппен алып кетті, айыппен дейді, бірақ олай емес. Новсидағылардың бәрі тоже өтірік. Ал бүгін Нұр-Сұлтанда тілшілерге сұхбат берген еліміздің бұрынғы бас прокуроры, сенатор Қайрат Қожамжаров қаңтар оқиғасымен байланысты қамауға алынғандардың нақты рөлі, яғни кімнің лаңкес, кімнің қорғаушы екені анықталып, әр қылмыстық іс жіті тексерілуі керек деді. Ал азаптау дерегіне қатысты қылмыстық істер қысқартылмайды, ол қылмысқа рақымшылықта болмайды деп кесіп айтты. Журналистердің осы жағдаймен байланысты еліміздегі 307 азаптау дерегінің бір мезетте анықталуы, бәріне бірдей азаптауға бұйрық берілуі мүмкін емес пе деген сұрағына былай жауап берді. Болсын, немесе жедел уәкіл болсын, қол астындағы күдіктіні, немесе іске қатысты басқа да тұлғаларға күш қолданса, психикалық жағынан мысалы, басқа да сіз айтқандай неше түрлі зұлым әрекеттер жасаса, әрине бұл өте ауыр қылмыс болып саналады. Егер сондай заңсыз бұйрық берілетін болса, онда бұйрық берген адам жауапқа тартылады. Бас прокуратура сондай-ақ қаңтар оқиғасы кезінде әкімдік ғимараттары мен полиция департаментіне шабуыл жасағандардың әрекеті терроризм актісі ретінде сараланатынын мәлімдеді. Қазір арнайы прокурорлар жаппай тәртіпсіздік және терроризм актілері бойынша 181 істі тергеп жатыр. Ал қаңтар оқиғасымен байланысты тіркелген қылмыстық істердің саны 3096-ға өскен. Айта кету керек, бір күн бұрын Ақиқат қоғамдық комиссиясының мүшелері президент Қасым-Жомарт Тоқаевтан қаңтар оқиғасына қатысты қылмыстық іске ұлттық қауіпсіздік комитетінің бірде-бір қызметтерін араластырмауды сұраған болатын. Өйткені дәл осы комитеттің кей қызметкері жұмыс орнын тастап кетіп қалды дейді. Ал бүгін Алматы ұлттық қауіпсіздік комитетінің экс-басшысы Нұрлан Мажилев пен комитеттің 5-ші департаментінің жетекшісі Руслан Искаковқа қатысты тергеу жұмыстары басталған туралы ақпарат тарады. Елімізде болып жатқан ең өткір, шынайы, өзекті ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, онда Информбюроның YouTube арнасына жазылыңыз. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыз. Сөздің шыны керектің барлық саны да осы жерде сақталған. Информбюро, ақиқатын айтайық.